Достар, кеш жарық баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Мен тренировкам аяқталды. У меня сейчас тренер в отпуске, поэтому я треню сама по той программе, которую он мне расписал. Енді көп жылдардан бері спортпен айналысып жүрмін ғой, сондықтан қалай қандай жаттығу жасау керектігін өзім жақсы білем. Бүгін енді апокалипсис болды. Алматыда бұршақ жауды, кәдімгідей қатты жел соғып жаңбыр жауды. Жолда қалып қойған адамдар сторис түсіріп таң қалып жатыр ғой. Шын мәнінде қазір тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде ауа райы тұрақсыз. Сондықтан өздеріңізді күтіңіздер, қол шатырларыңызды ұмытпаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Күн жылы болып көрінгенмен шынымен кешке жақын күн салқындайды. Сегодня, как обычно, я посмотрела суд. Сөз жоқ енді. Көрген сайын таң қаласын кәдімгідей. Мен негізінде сот отырыстарын жібермей қарап жүруге тырысамын. Енді таңертеңнен кешке дейін қарап отырам деп айта алмаймын. Енді жұмыстармен айналсам ғой, десе де қолым тисе, кептелісте я көлікте кетіп бара жатқан сәтте міндетті түрде қосып қоямын. Себебі маған біріншіден журналист болғаннан кейін қызық, екіншіден біздің елімізде үлкен резонанс тудырған істердің бірі. Және енді психологияны зерттейтін болғаннан кейін жалпы маған коммуникативтік тактика деген өте қызық. Яғни адамның белгілі бір ситуацияларда өзін өзі ұстауы, мимикасы, сөйлеуі, әрбір айтқан сөзі өте қызық. Мен өзімнің зерттеген тақырыбым сондай болды, жаңағы докторантурада. Сондықтан маған әрбір адамның іс-қимылы, әрекеті, сөйлеген сөзі өте қызықты. Берген жауабы, қойған сұрағы, бұның барлығы менің тікелей жұмысыма байланысты журналист ретінде. Және де енді салтанаттың тағдыры қиын болғаннан кейін көп кісіге. Наконец-то сегодня слушания завершились, и, как сказала судья, на следующей неделе будут прения сторон, то есть защита, потерпевшие, подсудимые, все будут излагать свои мысли уже окончательные, в результате чего присяжные заседатели и судья, конечно же, вынесут приговор. Енді көпшілік айтып жатыр, бас бостандығынан айыру керек, өмір бақи, яғни пожизненно. Но насколько я знаю, точно, конечно, я не уверена, но согласно предъявленным обвинениям ему может грозить до 25 лет лишения свободы. Өйткені жаңағыдай пожизненно деген бізде бар ма, жоқ па, ол жағын білмейді екенмін. Но в любом случае он должен понести наказание соответствующее. Мен үйде ол тақырыпты қозғамауға тырысам, өйткені анам айтады, қойш, бұның барлығы оңай емес, қайта-қайта өзіңнің жүрегіне қабылдама дейді. Ал мен бәрібір енді қалай қабылдамайсың? Қалай болғанда да әділ шешім болатынына сенемін, сенгім келеді. Өйткені оған 25 жыл берсе де толығымен өмір бақи бас бостандығынан айырса да ол тірі, иә? Ал салтанаттың отбасы, ата-анасы, бауыры өздерінің жаңағыдай ең жақын адамынан айырылды. 25 жылдан кейін де, 15 жылдан кейін де оны көре алмайды. Және де басқаларға сабақ болсын, басқаларға үлгі болсын деп көрсетіп жатқанда шығар бұл сотты. Мен келісемін, көрсету керек. Өйткені қазір жаңалық ашсақ болды, әйтеуір біреу-біреуді өлтіріп жатыр, біреу-біреуді зорлап жатыр, Құдай сақтасын, иә. Қазір өмір сүруде оңай емес, люди озлобленные. Вообще очень сложно читать все новости, но я надеюсь, что суд вынесет правильное решение и его осудят. Сондықтан, достар, қазір еліміздегі болып жатқан түрлі жағдайларға қарап жүрегің ауырмай қоймайды. Батыстағы болып жатқан су тасқыны, әр адамның жеке басында көп қой проблемалар. Біреу ауырып жатыр, біреу басқасы деген сияқты. Енді айта берсең көп, әр адамның өзінің өмірі қызықтарға да, шыжықтарға да толы ғой. Бізде инстаграмда әдемі күліп ойнап жүргенімізбен ішімізде не болып жатқанын ешкім білмейді. Мәселен, менің ішімде болып жатқан нәрсені көп адам білмейді ғой. Оны анама да айтпаймын, құрбыларыма да. Жалпы ешкімге айтпауды жөн санадым. Дұрыс па, бұрыс па білмеймін. Сондықтан мен сіздерге қазір айтқым келгені, өміріңіздің әр сәтін бағалаңыз. Өзіңізге көңіл бөліңіз, денсаулығыңызға көңіл бөліңіз, жақындарыңызға көңіл бөліңіз. Жүрекке жақын қабылдамауға тырысыңыз, көптеген жаңалықтарды. Жалпы аман болыңыз, соны айтқым келді.